Жалпы Ақтөбелік көлік тізгіндеп жүрген жігіттер, баршаңа ассалаумағалейкум. Бүгін түнгі сағат 2:30 болды, таза 2:30. Той томалақтан шығып келе жатыр едім. Мен шыны керек шаршап, өз-өзіме әйтеуір салбырап бүйтіп келе жатырмын да, жаймен деп қорықпен. Өзім светофордың қызылында тұрым, қапталдан қатты келген бір көк күңбек Kia Optima транзит сияқты. Қатты келді де өзі бұрылып арты лақтырды, қара жерде, мен жаздың уақыты ғой. Одан оны былай ұрды да, келесі арты менің артымда іліп кетер жаздап, былай жеткенде үлкен кәдімгідей дұрыс ДТП болар жаздап ана жерде. Сәл қалды артында іліп кетуге. Мен жөніме келе жатқан адаммын түнгі сағат. Әрбір енді былай да үйге дейін жетейін деп қаланың ішінде келе жатырмын ше. Есіріп жүргендер өте көп. Жаныңнан кәм айнаң іліп кетер жаздап, шу өтіп обгондайды, былай обгондайды. Мә жігіттер, жас жігіттер бар шығар ішінде әлі. Бостан не керек, сәл бір есірудің, ақылсыздықтың артында бір үлкен өмірлік өкініш жатады. Жолда түзеу жүрейік, әркім өз жолымен жүрген өте керемет болады. Сақ болайықшы.